Так, сендерге айтпай шыдамсыздықтан торговля жасап қойдым. Видеоны қосуды кнопкасын басуды ұмытып кеттім. Сондықтан да статистиканы көрсетіп жібере салайын. Өздерің көріп тұрғандай биткоинмен торговля болды бізде. 5 сделка ашылды, 3 плюс 2 минус болып тұр. Экранда көріп тұрғандарындай. Ал енді қазір біз саудамызды жалғастыратын боламыз. Так, бүгін енді для разнообразия басқа да біздің валютадағы, то есть брокердегі бар активтермен жасап көргім келіп жатыр. Ол бізде, на примере, акция, тағы да басқа заттар. Давайте көрейік, торговлямыз жасап. Бізде мына жақта голд деген бар, алтын, өзіміздің обычный, бірақ внебиржевая котировкасы соның. Бұл жердегі енді қозғалыс маған, если честно, ұнап тұрған жоқ. Түрінен көрініп тұр, что бізде волатильность болып жатқаны. Так что давайте бір басқа парларды қарайық. Давайте Microsoft деген бар екен, сендер білетін акция. Давайте осымен көрейік. Қозғалысын қарайтын болсақ, бізде более-менее нормально. В целом, мына жақта бізде бірақ агрессивный движение болған. Но все же бізде келесі цель, қазіргі біздің свечамыз жабылғаннан кейін уже келесі біздің прогнозымызды жасасақ болады ББТ бойынша. Давайте күтейік қазір. В целом, астыңғы жақтарда бағаны жоғары қарай жіберетін зоналар бар. Пока что бізде бірақ агрессивный қозғалыс төмен қарай кетіп бара жатыр. И бізде байқап тұрғандарында мына жақтағы ликвидностьті шешкен rejection блок бар ғой. Вот мына жақтағы ликвидностьтардың барлығын шешкен rejection блоктан бізде қазір баға реакция алып жатыр. И бізде давайте жоғарыда бір сделка ашып көрейік депозиттің 1%-ына. Мына жақта бізде закреп болып жабылды. Келесі төменгі жақтағы лой болуы мүмкін. Но все же бірақ біздің мынау rejection блоктың RB-дің мен несіне үстебіне селіп енді реакция аламыз деп ойлаймын. Сондықтан да 1 минуттың аралығында осы свечаның бойынша, свечаның жүру бойынша, короче, бізде баға жоғары қарай кетеді деп сделкамды 1 минутқа деп аштым. И осы свеча біздің жабылған екен ровно қазір. Бізде ситуация отработка болады деген үміттеміз. Конечно, бұл жерде енді қазір погрешность 1-2 секунд, но все же бірақ бізде свечамен бірге мына біздің уақытымызда қозғалып жатқан байқап тұрсыңдар. Самое главное, бізде астың жақтағы зонадан хоть какой-то реакция бар, и бағаның өзі бізде жалпы нарықта фитильге қарайтын болсақ, немен жабылды, напормен жабылды. Яғни бізде астың жақта бір күштің бар екендігі бізге сонда көрініп тұр деген сөз ол. Атак бірақ ББТ бізде обратныйны көрсетіп тұр. Яғни бізде закреп болып жабылды, келесі төменгі жақтағы лой дегенді. Но все же бірақ бізде уже свечамыз жабылып қойды 1 минуттық, и біздің сделкамыз плюске шықты. Өздерің көріп тұрғандай оп-оңай ситуацияны отработка жасап алдық ББТ бойынша. Егер де ББТ-ның видеосын көрмеген болсаңдар, біздің плейлистке жүгіріңдер. YouTube каналға тіркелгеннен кейін сол жерде сендерде плейлист бар. FMFX обучениялар деген, сол жерде ББТ бағаны болжаудың теориясы деген видеоны көретін болсаңдар, мен секілді осылай бағаны болжауды үйренетін боласыңдар. Бұл ешқандай қиын емес. В целом бізде бір сделканы плюске шығардық. Microsoft-тан көріп тұрғандарындай, бұл жерден бізде таза пайда $1145 екен. Бір ғана сделкадан, бір ғана минутта. Ал енді саудамызды жалғастыратын боламыз. Так, Citigroup Ins 30 деген акция. В целом бұл жердегі қозғалыстар енді хаотично. Так что давайте көрейік басқаларын. Так, Alibaba, ExxonMobil, американские компаниялар ғой негізі. То есть американская компаниялар. Вот Facebook дегендер. Но қозғалыстары негізі более-менее нормально. Но мына жақтардағы біздің әр свечада пайда болып жатқан фитильдер мені, короче, бұл жерден кетуге не істеп жатыр, короче. Так, алтын тоже волатильно. Күміс более-менее, бірақ так себе то же самое. Так, мұнай тоже агрессивно и валютаға жетпейді екен по-любому. А давайте индекстерді көрейік. AUS 200 дейді. Так, давайте көрейік. Почему бұл көрмеске? Бізде қазір мына жақтағы свечамыз жабылады. Бірақ бұл жерде енді ВП аздау екен, но біздің енді суммамен нормально болады деп ойлаймын. Бізде закреп болып жабылды. Келесі жоғары жақтағы қай, давайте бір сделка ашып көрейін. Депозиттің 3%-ны менде сделка ашылды. Осы тұрған жерінде.
И қазір бізде в принципе мына жақтағы біздің ББТ лонговый болғаннан кейін мен жоғарыда бізде кімді өзімнің аштым закреп болып жабылғаннан кейін осылай бізде закреп болып жабылса, значит бізде цена жоғары қарай кеткісі келіп тұр деген сөз. И бізде бұл бычий нарықта продажадан қарағанда покупканың шектенісі артып кетуі және де келесі біздің прогноздың жоғары болуын көрсететін ББТ-ның элементі бычий контекстта. Ну, в целом бізде қазір разворотта кетіп қалуы мүмкін, потому что цена имеет право идти разворот, но көреміз енді по ситуации. Мына жақта бізде қазір как раз разворот кететін болса, астың жақта ликвидность бар заодно, и заодно мына жақтағы диапазон бар бізде, ордер боктың зонасы. Осы жерден тағы да догон сделка ашып жіберсек те болады. Вот, все просто. Так, бізде ликвидность шеше ме екен, интересненько. Давайте до конца көрейік қазір. Не шеш. Не керек, не керек? Көрінді ғой, бірақ волатильный екен, мойындау керек. Соңғы секундта мен өзім не уверен болып тұр едім, бірақ көріп тұрғандарында ББТ рабочая тема. Вот. Надан кейін енді үйренбесеңдер енді мойындарың дүзем енді. Точно. Осы сол. Көріп тұрғандарында өте тамаша. Баға өзінің ешқандай заңын бұзған жоқ. Бізде басында ББТ бойынша закреп болып жабылды. Келесі бізде жоғары жақтағы хай, одан кейін лонговая свеча болу керек, тиіс болды. В целом бізде просто қазір не болды мына жақта? Бізде баға просто әшейін төмен қарай кетіп, мына жақтағы біздің диапазонда ордер блокта тест болып, и қайтып обратно жоғарыға кетіп қалды. Агрессивный түрде. Но в целом көріп тұрғандарында бізге ол $882 таза пайда алып келді. Өте жақсы трейд, соңғы секундта бізде өсіп кеттік. Но в целом өте тамаша, өте жақсы. Бүгінгі біздің видеода 2 сделка ашылды. Бүгінгі біздің тапқан табысымызды видеоның атынан біліп тұрған шығарсыңдар. Бүгінге сауда осы. Егер де тура осылай сапалы түрде сауда жасап, ББТ-ны үйреніп, толыққанды зерттеп, одан бөлек өздерің секілді трейдерлердің ортасына түскілерің келетін болса, онда командаға міндетті түрде қосылыңдар. Описаниеде толыққанды ақпарат алсаңдар болады. Баршаларыңа рахмет. Сендермен бірге Фастмани Форекс әлі де хабарда боламыз. Сау болыңдар.